Сәлем достар, бүгін сіздермен D витамині туралы сөйлесетін боламыз. D витаминін бала туылғаннан бастап, егер жетіспесе беру керек, болмаса шашы болмай қалса, балаға D витаминін беру керек деп педиатрлар айтып жатады, бірақ мен оған келіспеймін. Себебі баланың ішек құрылысы әлі дамып жетілмеген. Ол D витамин деген майлы өсімдік майы секілді майлы, енді сулы түрлерде бар, бірақ майлы сондай құрамында майы бар бат өнімі. Оны одан сайын жас организмге беріп, оны ішек құрылысын құртудың қанша қажеті бар деп есептеймін да. Сол себепті де D витаминін біз күннен аламыз. Қысы болсын, жазы болсын, көктем болсын, күз болсын, баланы 2 мезгіл далаға шығару керек. Сол арқылы бала өзіне керекті D витаминін сіңіреді. Мысалы қыста беті ашық тұрады, беті қолы. Кішкене беті қолы күнге қарап, күннің аясына жүрген өзінде балаға қаншама D витамині сіңіріледі екен. Ал жас кезінде болса, күн қатты ыстық болады. Күннің қатты ыстық болған есебі біз оны түсте шығарамаймыз баланы. Баланы біз сол сағат 8 пен 11 арасында, 8 пен 11 арасындағы себебі жаз кезінде күннен түсетін ультра күлгін сәулелер баланың денесін күйдіріп жіберуі мүмкін. Болмаса бір құсып бала өзін жаман сезініп кетуі мүмкін. Сол себепті таңғы 8 пен 11 арасында, одан кейінгі сағат бір 6-6:30-нан кейін баланы шығарсақ болады. Сол уақыт жаз мезгілінде ыңғайлы болады. Одан кейін осы оңтүстік аймақтарда әсіресе күздің қыркүйек айында да, одан кейін көктем мезгілінің мамыр айында да осындай уақыт ұстанғанымыз жөн. Ал қалған айларда таңғы уақытта, кешкі уақытта да шығара берсек болады, өзіміздің жағдайымызға қарай. Себебі түс кезінде бала ұйықтай бастайды. Енді әркімде әртүрлі ғой, бұл баланың дамуына байланысты да болады. 2 рет балаңыз ұйықтауы мүмкін, 1 рет ұйықтауыңыз мүмкін. Ұйқы мөлшерін өзіңіз есептеп аласыз. Көбіне көп ояу кезде шығарған дұрыс болады. Себебі бала өзіне күннің энергиясын жақсы сіңіру керек. Ал күннің D витамині деген сөз, ол күннің ультра күлгін сәулелерінен бөлетін бір адам организміне өте қажетті зат. Ол күннің астында, яғни таза ауада көп жүрген адам қатты бір депрессия, стресске де шалдықпайды. Ол үлкен адамдарға да пайдалы, яғни өзіңізге де пайдалы, әрі балаңызға да пайдалы. Балаңыз қатты бір жылауық, бір тынымсыз секілді, тынымсыз, енді олардың да іштері пысады ғой, жылайды, тынымсыз болып кетеді кейде, шаршап кетеді бір жерде отыра бергеннен. Сол кезде бір далаға бір айналдырып әкелсеңіз, өзіңізге де балаңызға да жақсы болады. Жалпы мен беретін айтайын деген мағлұматым осы, достар. Егер ақпаратым пайдалы болса, онда каналға жазылыңыздар, тіркеліңіздер. Балаға байланысты әлі түрлі мағлұматтар болады. Сол себепті де әлі де талай видео күтіңіздер.